Құдайды ортаға салып дос болады екеуі. Кейін бала шағалы болғаннан кейін бір күні кедейдің Пұсырман деген баласы үйленетін болады арқадан. Барып, жаңа қыздың ауылына барып, құда күйеу қызды аттандыратын кезде қыздың төркіндері бай кісілер болады да, отаулап ұзатады, алдына еншілі мал салады. Қыз ақылды екен дейді. Сонда келе жатқан кезде жағы Пұсырманға айтады ғой, біз енді талақ қылып үйленіп жатырмыз, ауылыңда бір батай беретін кісі бар ма дейді. Сонда жігіт Пұсырман тұрып айтады, ауылда бар, Жолай деген ағам бар, елге сыйлы, беделді, ауылды дуалы кісі, сол кісінің батасы алу керек. Сонда келіншек айтқан екен, барғасын ұмытып кетпе, осы айтқан үлкен кісінің батасын алайық бірінші деп. Сөйтіп далада көш, баяғы айдаған малы бар, түйенің үстіне жүктеген жасауы бар, үй бар. Сөйтіп келе жатқан кезде жолдан бұларға тарс Жолай атам кездеседі ғой. Жол сапар шегіп бара жатады. Пұсырман танып, шауып барып амандасады, 3-4 атты. Сөйтіп та баяғы айтылған нәрсені ұмытып кетіпті дейді. Қайтып келеді. Қайтып келсе, кім ана кісілер сұраса, кешегі айтқан Жолай ағам кетіп бара жатыр екен дейді. Ойбай, біз сол кісінің батасын алуымыз керек, сен тоқтат, осы жерге еру қылайық, батасын алуымыз керек. Мен кеше айтып едім ғой, бірінші осы кісінің батасын алуымыз керек. Ауыл дуалы болса, өзі елге сыйлы, беделді кісі болса, біз талақ қылып үйленіп жатқан жастар бірінші осы кісінің батасын алайық деп. Сонан жүгіріп барып, шауып барып, қайтадан ойбай, Жолайға осы жерге еру боламыз, көш тоқтатамыз. Бізге батаңыз өріп кетеді, қазір мал сойдыртады, сойлады. Бірден көшті тоқтатып, келіншектің келе жатқан келіннің айтымын. Ақылды кісі да. Содан 3-4 керегеден жаппа қылып, Жолай атамды түсірген екен дейді. Бір қозысын сояды. Жолай атам шаршап келе жатқан кісі жаппаның ішіне көріп көз ілініп кетеді. Қолының еті деген не? Бір қайната піседі, бір кезде ата тұрыңыз, тамақ дайын болды. Тұрып, тамақ жеп болғаннан кейін келіншек пен күйеу шақырып бата береді ғой. Сонда беріп отқан батасы дейді ғой. Сарғайсын аузындағы отызсын, қардайсын өзіңменен алған кісің. Анасы 30 жылдың сен боларсың, шайтан болып кетпесе көрген түсін деп. Расында да енді ауыл дуалы, сол Пұсырман 3 әйелден 30 жылды болған. Бірақ бір әйелден емес, 3 әйел алған, 3 әйелден 30 жылы бар. Кедейдің ішінде ең өсіп кеткен Пұсырман деген. Әне батаның керемет. Ол батаменен елге көреді. Жаңбырмен елге көреді. Бата бұрын адам қайыққа барса, соғысқа барса да батасын алып кетеді. Ұрысқа барса да. Сондай баталардан енді сізде мына балдарға ойға түсіп жатса. Сол түсіп жазып жатқан. Yazı olanlar var ya.